Адам ағзасындағы ең маңызды орган қай орган деп ойлайсыз? Ол әрине жүрек. Жүрек насос қызметі сияқты қанды күні-түні тоқтамай қан тамырлар арқылы айдап отырады. Сол себептен адам ағзасындағы жүрек ол бұлшықет болып саналады. Ал бұлшықет жаттығулардың арқасында шынығады. Сол жақта сіз жүрегіңізге қолдау көрсеткілеріңіз келетін болса, тұрақты түрде физикалық жаттығуларды жасап отырсаңыз, жүрегіңізге айтарлықтай пайдасын тигізетін боласыздар. Жүрекке аз қозғалыс керісінше кері әсерін келтіреді. Жүрек жұмыс жасау функциясы тек жүрек бұлшықетінен ғана тұрмайды. Жүрек бүкіл қан тамырлардан тұрады. Осы қан тамырлардың жұмыс жасау функциясы арқылы жүректің жұмыс жасау функциясын анықтасаңыздар болады. Сол себептен де маңызды органды уақытылы тексерістен өткізіп біліп отырсаңыздар болады. Біздің кванттық бионазар аппаратынан диагностиканы өту арқылы жүрегіңіздің 15 түрлі жұмыс жасау функциясын анықтап біле аласыздар. Толыққанды жүрегіңізді тексерткіңіз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.